Кайрылуу күн достор, бүгүн сиздерге кусочек торта деп айтат. Торттун шаблонуна дизайн жасап үйрөтөтүн боламын. Взломный Pixart'ты жүктөп аласыздар. Ол тууралуу видео бар. Казакча шрифтти жүктөп дайындап коюңуздар. Плюсту басамыз. Сөйтүп торттун шаблонун тандайбыз. Торттун шаблону осундай болот. Енді обычно детский жасайт торттун шаблонуна. Соң бизде детский дизайн жасайтын боламыз. Галереяга киремиз. Галереяда кандай детский нелер бар. Например, мына фонду алайык. Розовыйды. Добавить деймиз. И мындан созамыз үлкейтип. Минекей осылай. Енді смешайтка киремиз. Да наложение басамыз. Наложение баскан кезде линиялар бәрін көрүнүп калат да, смешать этилип калады. Ошол жерден сразу галочканы бассак болот. Галочканы бассак, фону катып калат. Енді добавить фотого кайтып киремизде, өзүбүзгө кандай дизайн жасагыбыз келип тур, сону коямыз. Например, мен кызга істеп атырмын ғой, енді кыздын сүрөтүн тандайбыз. Например, мына кызды тандайык, добавить деймин и айналдырып байынан коямыз. Енді караңыздар, мына треугольник тур го, торт сыяктуу треугольник. Осы төбөсү болот. Төбөсүнө коет обычно. Сүрөттү жанына да койсоңуз болот, бирок жанына жана келгендериңизге рахмет деп. Мына боковой го, боковой. Мына жогорусу. Жогорусуна коябыз кызды байынан. Или мына жерге койсак болот, байынан жаткызып, астына рамка койсак болот. Койдук, добавить фото деймиз, кайтып галереяга киремиз. Үстүбүздө рамкамызды алабыз, рамкамызды тандайбыз. Так, мына рамканы алайын. Цвет розовый, кызыл цвети. Осуну алайын. Кичирейтемин. Караңыздар, астындагы линия тур го, сону мына линия менен бирдей кылып коямыз. Осулай кылып. Кичине былай созгум келип тур. Осулай созамын. Сөйтүп коюп коям минекей. Кичине кыйсык болуп тур. Все, енді вроде нормально болған сияқты. Енді дұрыс болды. Мінекей қыз үстінде тұрады, рамкасы үстінде тұрады, рамкасының атын жазамыз. Тағы дополнительно не қосқыларыңыз келеді. Шетіне бір жазу қосқыңыз келе ма? Келгендеріңізге рахмет деп гүл қосқыңыз келе ма? Тағы да бас жағына, ортасына уголочкка гүл қосса болады. Ол үшін стикерге кіріп цветы деп жаза саламыз. Цветы. И осы жерде неше түрлі гүлдер шығады. Неше түрлі әдемі гүлдер шығады. Соны біреусін алып қойсақ болады. Қазір. Мына гүлдің аты, маған осыны алайын. Кстати, взломный Pixart'та премиум деп не тур го, гүлдер, премиум стикер бәрі доступны болады. Алып пайдалана бересіздер. Байынан үлкейтіп, байынан қойғым келип тур. Өстіп койсо да болады. Бұрышына да бірдеңе. Ені тортикті жинайсыздар го. Бұл тортикті жинаған кезде 12 штук кусочек керек. Жинаған кезде полноценный торт сияқты болып тұрады ғой. Кәдімгі сатылатын торт бар ғой. Сол кусочектер жинаған кезде әдемі торт болып тұрады. Сөзден ал гүлдер жана бұрышында ортасына әдемі болып тұрады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Жиналуын келесі видеода салатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар.